бірінші серияның жүрген боламын. Бұл сериалды басымыз маған тіркеліп және лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Ал біз бастаймыз. Тоф, әрең неге жеттім ғой. Аналарақта қайтқан барлығы. Мам, пап. Я қызып шәйше ғой. Анжекке екеміңді ауыстырып жуым кел. Жарайды. Так. Бәсе. Мекежасының жаман жұмыс бетші. Так. Сконымына қойып алайын. Менің телефонымына қойып алайын. И сосын киімді ауыстырайын. Так, киімді ауыстырдым. Енді мен бет-қолым жуайын. Так. Бет-қолым жуып болдым. Я, мам. Қызым бұны негізінде әкең дайындаған. Мә, пап, сізді дайындаласыз ба? Я, қызым, басқа кім дайындайды? Қойшы өзіңе көп ала бермеш. Шынымен деймін. Жүріңдер енші. Қызым, маған көмектесші. Жарайды, мам. Жүріңдер. Үшеуміз бірге отырайық. Я. Кәнеге ойыншықтарын көрсете қойыңдаршы маған. Мынау ыдыстарды мен қоям. Сосын осы тарелкаларды жинап жарайды ма? Я, мам. Так, жинадым. Осы мына қойып алайық. Так. Қойылды, жүре ғой қызым енді. Сосын балаға мынасын берсаш, мен қазір базарға қойғым керек еді. Жарайды, мам. Өстіріп кетті. Егерде ұйқысы келсе, ол қатты жылайды. Егерде жыласа, анау ертегін оқып бер. Жарайды, мам. Мен де білем ғой. Я, қызым. Мен базарға кетіп барадырмын. Жайша неге? Анау енді барыңа киімдер алмай ма? Бүгін жұма ғой. Я. Қызы кен мама, сіз жұма сайын әр киім алады. Так. Ой. Неге жылап жатыр? Я, бұл қатты жыласа пердеген еді ғой. Насын оқып пердеген еді. Так, жатқызайын. Бір кезде. Кәнеке қызым. Америка машина. Я, менікі мынандай. Америка мынандай. Менікі әдемі. Жоқ, менікі әдемі. Қойыңдар, екеуіңдікі де әдемі. Башықтан тұрып кетті. Секіреміз. Я. Таяқтады. Енді өзім кішкене ноутбук көре тұрайын. Так, сол отырып алайын. Бүгінде жаңалық болып жатыр екен. Мен достарым ғой мыналар. Оларға қуаныш олайын. Қалайсыңдар? Онда қалайсың? Я, жақсымын. Сосын сен ерген бәтемден тесіп бердің ба? Я, өте қиын екен. Маған да тесіп берді, өте қиын ғой. Қазір мен үйде отырған кезде соны орындаймын. Біз қазір орындап жатырмыз ноутбукпен. Ноутбукпен орындауға бола ма? Ноутбукпен орындауға болады деген апай. Жарайды, мен де орындай берейін. Так, оңай екен ноутбукта. Так, жүріңіз, апайға кіріңіз. Я. Мама, қалайсыз? Жақсымын, балам. Анау қыздарың қайда? Неге ойнап жатыр батутта? Жандарым менің. Әже! Жүріңдер бірге шай ішеміз, Я. Ана менің үлкен қызың қайда? Жүріңіз сізге көрсетейін. Ол туылғаннан бері көрген жоқ едім оны. Неге? Не деген әдемі қыз? Тоқта. Мен сені бір жерде көрген сияқтымын.
Сіз маған химиядан бері демейсіз ба? Иә, мен сенің химия пәгімін ғой. Сосын сен неге үй жұмыстарын орындамайсың? Үй жұмыстарын орындамайсың, тақтаға вообще шықпайсың. Апайларың да шағымданып жатыр. Сен вообще тақтаға шықпайды. Тақта солда отырған кезде сағыз жинап отырады дейді ғой. Не? Қалай? Солай? Әкесіне айтып барыңыз. Жарайды, жүре қыз. Бірақ мам деуші болма маған. Әкесі, не болды? Мынау қыздың күнде сабақтан екі алады екен. Тақтаға вообще шықпайды екен. Апайларды шақырып жатыр екен. Тақтаға вообще шықпайды. Тақтада столда отырған кезде сағыз жинап отырады екен. Не? Ноутбуктарын барлығын жинап алдысың ба? Иә. Так солай сеніп жатырмын. Саған телефон болса болды. Жүр тез. Ноутбуктарыңды ертең емес бұның әр күн аласың, түсің ба? Телефон алып берген сайын құтырып отыр ғой бұл. Мам демеші маған. Тез мынаны сабағыңды жазда оқы, түсіндің ба? Жарайды. Бір қате кетпен, түсіндің ба? Егер де өзің қате кетірсең, бірінші шығармайтын бұрын чек-ченапке шығарып алып, сосын маған көрсет, түсіндің ба? Иә, мам. Бірақ мыналар қиын ғой. Қайсысы қиын? Сонда үй жұмысын қалай орындайсың? Үй жұмысын қалай орындайсың, солай орындайсың. Үй жұмысын орындамаймын. Сол үшін басыңа ми келмеген. Тез орындаймын, мені көріп орындайсың. Ол жолы мен сен ойыншықтарға дейін оламсың ба? Алғы ойыншықтармен ойындырасың ғой. Әсіресе мынамен. Егер де сен сабағын жақсы оқысаң, мен олар саған беремін, түсіндің ба? Жарайды. Сосын мынаны алып кетейін. Сен алғы ұясымен тілек-тілей отырасың ғой? Бірақ оны сөйлемеші маған. Мен қазір бойынша адам таппайды жатып қоям. Так. Бөлден саған жоқ. Сосын тез орында мынаны. Ноутбуктан көшірем дегенше. Бірақ мен ноутбуктан көшіріп жүрмін ғой. Не? Не айтып тұрсың сен, ноутбуктан көшірген несі? Бәсе апайларың айтады. Тақтаға шыққан кезде білмей тұрады да, алда төсекке салған кезде барлығын біліп отырады. Оны көшірген кезде де сәл ойлансай, мынаны қайт шығарады өзі деп. Тез мынаны жаз. Мен көрім жасадым ол, түсіндің ба? Жарайды. Бірақ мыналар қиын ғой. Қиын түгі жоқ. Әкесі сенше әлде ашуланбасын ба? Қой енді, болды. Жарайды. Не ашып кетті ғой. Не болды? Ештеңе қызым. Екеуің ойнай тұрыңдар. Жүр кеттік. Бірақ ол біздің туған қызымыз емес қой. Сол енді біз білмеймін ғой. Оны біз барлығы ол біздің қызымыз ойлап жүр. Ол енді бізге вообще ұқсамайды. Оның шашын айтсай, негізінде біз шашымызды боямағанбыз. Иә. Біз тек осындай түске боянбыз. Біздің шашымыз негізінде ақ болған. Нағашылардың шашы ондай емес. Қызым Точа. Сүйерге сөйлесін деп тұрған жоқ. Енді саған бір нәрсе айтайын деп жатырмын, өте маңызды. Қандай ол? Жүр ой қызым. Біз саған айтып берейік кухняға. Әже, сіз шыға тұрасыз ба? Жарайды. Не айтпақшы болды маған? Ja, не болды? Бұл жол саған өте маңызды бір нәрсе айтайын деп жатырмыз. Қандай маңызды нәрсе? Біз негізінде сені асырап алғанбыз.
иә қызым, сен негізінде біздің қызымыз емессің. Сен осы жасқа келе жатқан кезде әкең асырап алайық деді. Не? Бірақ қалай? Мен кеттім. Білмеймін. Ендігі біздің сериал бітті. Сериал ұнаса бізге тіркеліп және де коммент жазып кетуді ұмытпаңыздар.